Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен баялды қосылған ет пісіру рецептімен бөлісемін. Етті ұсақтап турап аламыз. Баялдыны үлкен жолақшаларға бөліп тураймыз. Баялдыны ыдысқа салып, үстінен тұз қосып, тұзды суда 20 минуттай қалдырамыз. Пиязды да ұсақ текшелерге бөлеміз. Сарымсақты ұсақтап тураймыз. Қазанды қыздырып, үстіне 70 мл май құйып, етті 5 минуттай қуырамыз. Сарымсақты салып 3 минут қуырамыз. Пиязды салып 3 минуттай қуырамыз. Үстіне 2 шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық куркума, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық кориандр мен тмин, 5 ас қасық соя соусын, және 2 ас қасық ұн салып араластырамыз. Үстіне 1 стакан су құйып, 15 минут баяу отта бұқтырамыз. Баялдының суын төгеміз. Баялдыны салып, жақсылап араластырамыз.
үстіне 200 мл қайнаған су құйып, 15 минут баяу отта қайнатамыз. Асымыз дайын, өз қалауыңызға сәйкес гарнир дайындауға болады. Өз қалауыңызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынуыңызға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.